Биыл президенттік сайлау күні республика бойынша 9741 сайлау учаскесі жұмыс жасайды. Тек Астанада 189 учаске болады. Халық санының өсуіне байланысты олардың да саны артқан. Сондықтан қай сайлау учаскесіне дауыс беретініңізді алдын ала анықтап алғаныңыз абзал. Сайлауға атсалысып, азаматтық борышын өтеу әр қазақстандықтың міндеті. Сайлау учаскелері өз жұмысын 10 сәуірден бастағанмен, оған дейін дауыс берушілерді тіркеу жұмыстары жүргізіледі. Биыл сайлау учаскелерінің саны 2011 жылмен салыстырғанда 16-ға артқан. 2011 жылы сайлау учаскелердің саны 9725 болатын. Қазір мен айтып кеткендей 9740 бар болып тұр. Себебі о кезде сайлаушылардың саны 9 миллион 200 мың сайлаушы болатын. Мұна қазіргі науқанда 4 жылдың ішінде сол тұрғындардың саны көбейді. Сайлау науқаны кезінде тек Астана қаласында 189 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Елорда тұрғындары өздерінің нақты қай сайлау учаскесінде дауыс бере алатындығын анықтау үшін astana.gov.kz сайтын теріп, тіркелген мекен жайы бойынша өз учаскесін анықтай алады. Бұған қоса Астана қалалық әкімдігінің байланыс орталығына 55-66-55 нөмір бойынша хабарласып, қосымша мәлімет алуына болады. Анықтамалық сайттар өзге қалаларда да бар. Сайлаушылар 10 сәуірден келіп, сол тізімдерін қарап, енді соған тіркелген бойынша енді фамилия ат-жөнін қараса, дұрыс болса, сол учаскаға енді 26 сәуірде келіп, сол жерде дауысын береді. Ауру кісілер сайлау учаскаларына өтініш жазады. Сосын 26 сәуірде 12-ге шеккен сайлау учаскалының мүшелері келіп үйден дауыс алады. Ал шет елге жұмыс сапармен кеткен азамат Қазақстан елшілігінде дауыс беруге құқылы. Естеріңізге сала кетейік, сайлау 26 сәуірде таңғы 7-ден бастап кешкі 20:00-ге дейін жалғасады. Гүлмайра Қуатбайқызы, Мейрамбек Ақмаханов, Аманжол Байғазин, хабар.